Тезлік пенен рауажанып баратырған технологиялардың жаңа имканияты күн сайын артып бармақта. Бүгін жаңа технологиялар ойлап табылса, ертең олардың орнын басушы және де қолайлырақ техникалар жаратылмақта. Әлбетте бұлардың барлығы адамлар жұмысын жеңілдестіруге бағдарланған. Біз бүгін рубрикамыз арқылы міне сондай ақылы техникалар хақында сөз етеміз. Сырт ел инженерлері тарапынан 4 қанатлы робот инелік іслеп шығарылды. Құрылманың көлемі алақанға сиятұғын етіп ісленген. Оның ұзынлығы 15 см, ал салмағы 25 грамм. Dragonfly деп аталған бұл темір инелік аспанда 8-10 минут давамында ұша алады. Ұзағы менен 30 минут ұшу ұқыплығына ие. Аппарат 2 камера, 20-дан аслам кіші құрылмалар менен үскенеленген. Инеліктің ұшуын анализлеу арқылы алымдар аспанға ұшудың жаңа ұсуларын ойлап таппақшы. Париж әзіргі уақытта дүниядағы ең көп автотранспорт тығылысы жиі болатығын қалалардың бірі есептеледі. Сондықтан бүгінгі күнде қалада ұшатығын автотранспорт іслеп шығаруды әмелге асырмақта. Бұл автотранспортлар түрі электр қуаты менен жүреді, һәм ол аспанға судан көтеріледі. Алдағы уақытта тәжірибе сынау барысы табысты әмелге асырылса, қалада 2020 жылдан бастап бұл түрдегі автотранспорт түрі іске түседі. Түнгі уақытта велосипед айдаушылар үшін және де қолайлықлар жаратылды. Сырт елі компаниялардың бірі тарапынан велосипедлер үшін түнгі уақытта қауіпсіз жүруді тәмінлеуге арналған лазерлі құрылма іслеп шығарылды. Түнгі уақытта велосипед айдау барысында лазерлі құрылмадан жолдың екі тарапіне арнаулы сызық көрінісінде жақтылық шығады. Бұл болса, әлбетте, жол харекеті қауіпсіздігін тәмінлеуге жәрдем береді. Іслеп шығарушылардың айтуынша, бағасы да онша қымбат болмайды. Ал Япониялы инженерлер болса, велосипед айдайтығын робот іслеп шығарды. Оның басылы артықмашылығы тең салмақлықты сақлай алады. Іслеп шығарушы Масахико Ямагучидің айтуы бойынша, робот жасалма интеллектпенен тәмінленген. Ол ойлау имканиятына ие, сондай-ақ белгілі бір іс-әрекетлерді орылай алады. Оған роботтың велосипед айдауы дәлел бола алады. Велосипедтің рамасы қисайған жағдайда оның рөлін бұрып тоқтата алады. Қызықлы тарапы велосипедте тормоз орнатылмаған. Егер робот оны тоқтатқысы келсе, педалдан аяғын алып, аяқларының жәрдемімен тоқтатады. Пекинде дүниядағы ең үлкен аэропорт ашылды. Имараттың архитектурасы һәм дизайны айрықша болып, оның құрылысы жоғары технологиялармен ісленген. 2022 жылға келіп бұл халықаралық аэропорт 45 миллион жолаушыға қызмет көрсетуді режелестірмекте. Ал 2025 жылы 72 миллион жолаушыға қызмет көрсетеді. Сондай-ақ Қытайдағы Байпанцзял көпірі дүниядағы ең биік көпір болып табылады. Ол Қытайдың құбыла батысында жайласқан. Екі провинцияны жалғастырып тұрған жол. Бұрын екі ортаға қатынау жүда қиын болған. Енді адамлар осы көпір арқылы еркін жүріп өтуі һәм ажайып табиғат көріністерін тамашалайды. Аталған көпірдің құрылысы 2016 жылда басталған еді. Бұл көпір жоғары инновациялық технологиямен құрылды. Хәтте оның авторы халықаралық конференцияларда бірқатар сыйлықтармен қошаметленді. Көпір Гиннес рекордлар кітабына кірген. Көпірдің ең биік ноқаты 565 метр, ал ұзынлығы 1345 метр. Бүгінгі жаңалықтарымыз осылардан барады. Технологиялар әлемінде және қандай жаңалықтар жүз береді? Бұны әлбетте алдағы уақытта білеміз. Бізден жаңалық күтің.